имам Аш-Ша'рави, Алла оны рахмына алсын, мынандай дұға етіңдер деп бізге өсиет айтты. Ол қандай дұға екен? Аллахумма бил фадли ва ла бил адл, ва бил ихсани ла бил мизан, ва бил джабри ла бил хисаб дейді. Аллахым, егер де сен бізге бір үкім шығаратын болсаң, онда сен әділдігіңмен шығарма дейді. Бәлки өзіңнің абзалдылығыңмен шығар дейді. Егер де Алла Тағала өзінің әділдігімен бізге үкім шығаратын болса, онда біздің бір ісіміз жоқ болуы мүмкін. Өйткені мысалға намазды алатын болсақ, намаздың ішінде не нәрселер бар? Хушух деген нәрсе бар, иә. Өзіңді толықтай Алла Тағалаға тапсырып сен намазда тұруың, толықтай Алла Тағалаға беріліп тұруың, ол нәрсе қазір екінің бірінде жоқ. Егер де Алла Тағала әділдігімен сол нәрсені егер де қабылдайтын болса, онда біздің намазымыз жоқ болуы мүмкін. Сол себептен де өзіңнің абзалдылығыңмен біздің ісімізді қабылдаш деп тұр. Ва бил ихсани ла бил мизан. Біз бір істі жасайтын болсақ, бір сауапты істі жасайтын болсақ, біз сол нәрсені жақсы көріп істеуімізді нәсіп етші дейді. Бәлки не нәрсемен емес дейді, мынау таразы амалында мынау іс әйтеуір бір сауап болсыншы деген нәрсемен емес. Бәлки сол нәрсені жақсы көріп бізді істеуімізді нәсіп етші деген дұғамен аяқтаған болатынбыз. Енді түсіндіруменің жалғасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде былай деп келтіреді. Жәннатқа кіру тек қана амалдарға ғана байланысты емес дейді. Тек қана бір амалдармен ғана сен жәннатқа кіріп кетем деп ойлама дейді. Бәлки Алланың рахмымен, Алланың кешірімімен, Алланың абзалдылығымен жәннатқа кіресің дейді. Сонда қасындағы сахабалары сұрайды, тіпті сіз бе Алланың елшісі? Тіпті сіз де амалдарыңызбен кіре алмайсыз ба деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Тіпті мен де кіре алмаймын деді. Егер де Алла Тағаланың рахымы, Алла Тағаланың абзалдылығы, Алла Тағаланың кешірімі болмайтын болса, тіпті мен де жәннатқа кіре алмаймын деді. Демек, мүмін адам Алла Тағаланың разылығын үміт етеді, кез келген істе. Алдыңғы сабақтарда Хасан әл-Басридің сөзін келтірдім ғой. Хасан әл-Басри өзінің сөзінде не дейді? Сен қарапайым бір су ішетін болсаң өзің үшін су ішетін болсаң, оны сен Алланың разылығы үшін деп іш дейді. Қараңыздар, қарапайым бір суды Алланың разылығы үшін деп іш дейді да жаңағы суды.